Былтырғы жылы Көктерек ауылдық округінде біршама өзгерістер орын алды. Атап айтқанда, kenттен ауылдық округке ауысқан аумаққа қайтадан әкім сайлауы өтті. Сондай-ақ орталық ішіндегі электр бағаналары жаңарып, халықтың пайдалануына берілген. Осы және өзге де ақпараттарды округ әкімі айтып өткен болатын. Көктерек ауылдық округ атағын алғалы бері аумақтағы өзгерістер жетерлік. Мысалға, былтырғы жылы округ әкімінің сайлауы өтіп, Үміт Тұржанова басым дауыспен сайланған. Сол уақыттан бері аумақта инфрақұрылым бағытында ілкімді істер көбейіп келеді дейді ол. Көктерек кентінің өзіне 60 жылдан бұрын электр желі жүргізген болатын. Соның өзін біз 2023 жылы бастап, 2024 жылы өтпелі қылып былтыр бітірдік. Бұл жерде тапсырыс беруші ауданның тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі. Енді қазіргі таңда 15 жаңадан трансформатор қойды Көктерек кентіне. Электр желілерінің барлығы жаңартылды, электр бағаналарының бәрі жаңартылды. Қазір кәдімгі біздің Көктерек кентінің орталықтың тұрғындары сапалы электр қуатымен қамтамасыз етіліп отыр. Ал мына кәсіпкерлік нысандар бұрынғы бірінші желіде қалды олар. Тұрғындарға екінші желі тартып барлығы жаңадан тартылған желіде қазір қамтамасыз етіп отырмыз. Қазір бізде электр қуаты жағынан проблема болып жатқан жоқ. Сондай-ақ аумақтағы өзекті мәселелердің бірі үй құжаттарын заңдастыру. Осы бағытта 86 үйдің қағазын реттестіру әрекеті басталыпты. Айта кету керек, бұл санатқа тек 2020 жылға дейін салынған үйлер ғана енетін болады. Сонымен бірге кент ішінде кеңес одағы кезінде салынған кәріз жүйесінің әбден тозығы жетіп, жаңадан құрылысы басталған. Сол себепті жақын арада ол да бітеді деген әкім басқа да жоспарларын атап өтті. 200 миллион ол кезде бөлінген еді, 200 миллионға бастаған жұмысты. Одан кейін өзгеріс енгізу керек болды. Былтыр 2024 жылы қайтадан жобалық сметалық құжаттардың бар өзгеріс енгізіліп, сараптамаға берілген, сараптамадан оң қорытынды шықты. 2 миллиард 150 миллион теңгеге шықты ол қорытынды. Қазіргі таңда осы республикалық бюджеттен қаржы қарастыру бөлінді деп отыр. Бірінші Жаттөбе ауылдық округіне қосылған аймаққа шағал жол салып бергенбіз, 2021 жылы салып бергенбіз. Енді ар жағына қазір біз себебі 4 жылдан бері халық мысалы пайдаланды сол жерді. Енді осы мәселе биыл шешіліп берсе, газы, светі, суы, енді жыл аралығы 2 жылдың көлемінде жоспарлайтын шығармыз. Қайта шағал жол төсеп берсек, ол да бір игістерінің бірі болады халыққа деген. Көктерек ауылдық округіндегі тағы бір өзекті мәселенің бірі жаңа мектеп салу. Былтырғы жылы салыну қажет болған нысан қаржының тапшылығына байланысты тұралап тұр екен. Алдағы уақытта бұл мәселенің оң шешімін табамыз дейді Үміт Тұржанова. Мейірхан Бақытжанұлы, Аман Асылбек, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.